Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі түлектердің қорытынды аттестациясы мен жоғары оқу орындарына түсудің функциясын атқаратын ұлттық бірыңғай тестілеудің жаңа форматын жариялады. Келесі жылдан, яғни 2017 жылдан бастап, түлектер емтихандарын мектептерде тапсырып, өздерінің мектеп бітірген жөніндегі аттестаттарын және үздіктері алтын белгілерін алады. Жоғары оқу орындарына түсетіндер ұлттық бірыңғай тестті тапсырады. Бұл өзгерістерді енгізуге екі мәселе түрткі болды. Біріншіден, оқушылар, ата-аналар және мұғалімдер ұлттық бірыңғай тестілеуді жоғары оқу орындарына түсу емтиханы деп қана қабылдаған. Екіншіден, ұлттық бірыңғай тест түлектердің білімдерін бағалай алмады. Және ол жадыны жаттықтырғанмен оқушылардың сапалы білімін анықтай алмайды деген ойлар түрткі болды. Ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысушылардың саны ешқашан 100% болмаған, оған қатыспайтындар үлесі 30%-ға дейін жеткен. Бұл ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындылары бойынша еліміздегі орта білімнің сапасы туралы тұжырым жасауға болмайтынын білдіреді. Мектептерде қорытынды аттестация 5 пән бойынша жүргізіледі. Ана тілі және әдебиеті, эссе жазу. Қазақ тілінде білім беретін мектептерде орыс тілінен, ал орыс, өзбек, тәжік, ұйғыр мектептерінде қазақ тілінен тест түрінде өтеді. Қазақстан тарихы ауызша емтихан. Алгебра және анализ бастамалары жазбаша. Таңдалған пән бойынша бұл физика, химия, биология, география, геометрия, дүниежүзі тарихы, әдебиет, информатика, шет тілі тест тапсырылады. Жазбаша және ауызша емтихандар, сонымен қатар тесттің жауап парақтары, мектептердегі емтихан комиссиялары дұрыс жауаптар кодтар арқылы тексеріп бағалайды. Барлық емтихан оқу орындарында мектептерде өтеді. Аттестацияның қорытынды мерзімі министрліктің 2016-17 оқу жылын аяқтау туралы бұйрығы арқылы белгіленеді. Бұл шамамен 2017 жылдың 29 мамыры мен 9 маусымы аралығы. Түлектердің мектеп бітіру кештері 2017 жылдың 15 маусымына дейін өткізілмек. Аттестацияның қорытындылары туралы барлық материалдарды ұлттық тестілеу орталығы білім басқармаларына жеткізеді. Білім басқармалары өз кезегінде бұл құжаттарды мектептерге дейін жеткізеді. Ұлттық бірыңғай тестілеу 2 блоктан тұрады. 3 міндетті пән бойынша 20 тапсырма беріледі және 2 бейінді пәннен, мысалға математика және физика, немесе математика және география, биология және химия, биология және география, шет тілі және тарих, оқыту тілі және әдебиеті және тарих, география және шет тілі, химия және физика, тарих және адам, қоғам, заң бойынша шығармашылық экзамен 30 тапсырма. Сауаттылық бойынша тапсырма оқу арқылы талапкердің жалпылау, салыстыру, тұжырымдау және тағы басқа дағдыларын тексеруге бағытталған. Сауаттылықты тексеруге арналған тапсырмалардың ұлттық бірыңғай тестілеуге енгізілу себебі студенттің оқуда түрлі ақпарат көздермен жұмыс істеп, оларды сараптауға, сол көздерден алынған ақпараттарды салыстыруға және тұжырымдауға тура келеді. Демек, бұл дағдылар мектеп түлектерінің алдағы білім алу барысында өте қажет болады. Бейінді пәндер бойынша тапсырмалар ұсынылған 5 жауаптың ішінен тек жалғыз дұрыс жауабы бар. 20 сұрақтан, сондай-ақ көп жауаптың ішінен бірнеше дұрыс жауабы бар, 10 сұрақтан құралады. Бейінді пәндер бойынша тестілеу барысында бірнеше дұрыс жауаптары бар сұрақтарды енгізу арқылы талапкердің нақты тақырыпты қаншалықты меңгергендері анық көрінеді. Сонымен қатар, бірнеше жауап варианттары бар тесттер жауаптарды тек жаттап алып, немесе болжау арқылы беруге тосқауыл болады. Ұлттық бірыңғай тестілеу барысында жалпы 120 сұрақ қойылады. Тестілеуге бөлінген уақыт 3 сағат 30 минутты құрайды. Жоғары оқу орнына түсу үшін бағаның ең төменгі шегі өзгеріссіз қалды. Ол 50 балл деңгейінде қалдырылған. Ең жоғары көрсеткіш 140 балл. Бұл бейінді пәндер бойынша берілген дұрыс жауаптар есебінен. Тестілеуге қатысуға ниет білдіргендердің өтінімдері 10 наурыздан 10 мамырға дейін қабылданады. Ұлттық бірыңғай тестілеу өткізілу мерзімі 20 маусымнан 1 шілдеге дейінгі аралықта. Тестілеуді ақылы негізде де тапсыру мүмкіндіктері сақталып отыр. Олар 2017 жылдың тамыз айы мен 2018 жылдың қаңтарында өткізіледі.
Тестілеу барысында сыналатын барлық пәндер бойынша тапсырмалар үлгілері желтоқсан айында ұлттық тестілеу орталығы мен Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің сайттарында жарияланады. Алтын белгі иегерлері жалпы білімдік пәндер бойынша республикалық және халықаралық олимпиадалардың, сондай-ақ ғылыми жобалардың жүлдегерлері мен жеңімпаздары тестілеуді жалпыға бірдей негізде тапсырады. Алайда тест нәтижелері аталған жетістіктері жоқ талапкерлердің көрсеткіштерімен бірдей болған жағдайда гранттарды бөлу кезінде олар басымдыққа ие болады. Жалпы білімдік пәндер бойынша 5 халықаралық олимпиадаларының жүлдегерлері мен жеңімпаздарына арнайы гранттар бөлінеді. Білімдерін жоғары оқу орындарында жалғастыру үшін техникалық және кәсіби білім орындарын бітіргендер кешенді тестілеу тапсырады. Оның талаптары да өзгерді. Бұған дейін колледж түлектері тестті мектеп білімі негізінде тапсырса, кешенді тестілеудің жаңа форматында колледждерде алынған білім ескеріледі. Кешенді тестілеу барысында талапкерлер 60 сұраққа жауап береді. 20 тапсырма жалпы бейінді пән бойынша. Бұл тапсырмалар арқылы базалық пән бойынша алынған академиялық білім деңгейі тексеріледі. Және 40 тапсырма бейінді пәндер бойынша. Бұл тапсырмалар тереңдетілген академиялық білім деңгейін, сондай-ақ практикалық дағды мен ептіліктерін анықтауға бағытталған. 60 тапсырманы орындауға 100 минут уақыт бөлінеді. Жалпы бейінді пән бұл белгілі бір мамандықтар тобына арналған жалпы пән. Мысалы, барлық педагогикалық мамандықтар үшін жалпы бейінді пән педагогика және психология негіздері. Заңгерлерге мемлекет және заң негіздері. Ауыл шаруашылығы мамандарына биология және тағы сол сияқты. Ал бейінді пән нақты мамандықты игеруге қажетті пән. Мысалы, болашақ математика мұғалімі үшін бейінді пән математика. Құқық қорғау органдарының қызметкерлері үшін бұл қылмыстық құқық, ал мал дәрігері үшін бұл жануарлардың анатомиясы және физиологиясы болмақ.